Сәлем достар, сіздермен бүгін Айжан. Мен сіздерге бүгін тренировкаға барғанда сөмкеңізге ең басты және не қажет деген заттармен бөліскім келеді. Егер қызық болса, онда видеомызды бастаймыз. Ең алдымен сіздер өзіңізге ыңғайлы және бүкіл заттарыңызды сыятындай бір спортивный сумка таңдап алуларыңыз керек. Менде осылай болды. Оған барлығы сыяды. Ең алдымен тренировкаға барғанда сіздерге кеңесім өзіңізбен бірге әрдайым суды алып жүріңіз, себебі сізде судың жеткіліксіз болғанынан әрдайым басыңыздың ауруы, оқ жасағанның арасында демалыс кездерінде су ішіп тұруыңыз қажет. Өзіңізбен алатындарыңыз бұл әрине өздеріңіздің фитнес аутфит, яғни киімдеріңіз өзіңізге ыңғайлы болу керек. Фитнес жасап болғаннан кейін сіздер әрине ыстығыңызды басып душ қабылдайсыздар. Сондықтан өзіңізге ең керекті дегенде бұл әрине аяқ киім, сланцы және де бір үлкен полотенце алсаңыз жеткілікті. Онымен қоса бір кішірек сүлгі полотенце алғаныңыз жөн. Терлегенде теріңізді сүртіп, онымен қоса бір жаттығу жасағанда басыңызды тақыр жерге қоюдың орнына полотенцеңізді осылай қойсаңыз өзіңізге де ыңғайлы. Және де өзіңізбен бірге фитнес жасап болғасын тренировкадан кейін сіздерге міндетті түрде тамақ ішіп алу керек. Бір банан алып жаттығудан кейін жеп алсаңыз, бұл сіздің денсаулығыңызға да пайдалы болады. Одан кейін мен әрқашан өзіммен бірге кішкентай осындай косметичка алып жүремін. Оның ішіне ең керекті дегенде влажные салфетки өзіммен бірге алып жүремін. Және де осындай, егер де сіздерде бітіп қалған бір кішкентай бутылочкалар болады ғой, сондайларыңыз болса, оның ішіне шампунь немесе гель для душа құйып алуыңызға болады. Ауыр затты тасымас үшін осындай кішкентай жерге, осындай кішкентай бутылочкаға шампуньіңізді құйып алсаңыз жеткілікті. Және де мен өзіммен дезодорант алам. Не үшін екенін айтудың қажеті жоқ. Және де антимикробный, антибактериальный гель алып жүремін. Және фитнес жасап болғаннан кейін душ қабылдап, сіз міндетті түрде бетіңізді, денеңізге бір крем увлажнять ету үшін. Менде мұнда Johnson's Baby'дан детский крем, себебі менің бетім өте қатты сезімтал. Онымен қоса мен линза тағам, сондықтан көзге арналған капли для линз. Бальзам, менде бұл Carmex, күшті көмектеседі, сіздерге кеңес берем. Және де фитнестен кейін әрине өзіңіздің макияжыңыздың жөндеп алу үшін, немесе кішкентай осындай бір тенемен кисточка аламын да, ерніме помада. Осы жеткілікті. Онымен қоса кішкентай пробник, духи, ең қажетті деген және ең керекті заттарыңыз барлығы осында. Осы сөмкеңізбен алып жүрсеңіз, жаттығуыңызда керемет болады және сол күніңізді де жақсы өткізесіз. Сіздермен бірге болған Айжан. Осы видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, төменде сіздер өздеріңіздің тренажерға барғанда қандай не аласыз, қандай заттармен қолданасыз, жазыңыздар сіздердің кеңестеріңізді және де сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Пока!